Бүгін біз сіздермен жалпы ампер күшіне байланысты келетін бір есепке талдау жасаймыз. Яғни, ампер күшінің бағыты қандай деген сұрақтар кездеседі. Осындай сұрақтарды қалай шығару керек, ол осы видеода толық көрсетіледі. Әрине, видеоны бастамай тұрып, тырысыз жүрек, тіркеліп, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Ампер күшіне байланысты ұбт-да келген бір есепке талдау жасайық. Қараңыздар, бізге айтады, бір текті магнит өрісінде орналасқан тогы бар түзу өткізгішке әсер ететін ампер күшінің бағытын анықтаңыз. Ампер күшін біз әрқашан сол қол ережесімен анықтаймыз. Бас бармағымыз ампер күшін береді, екінші саусағымыз ток күшін береді, қалған үш саусақ магнит өрісінің индукциясын береді. Енді қараңыздар, мына бетте көріп тұрғанымызда точка болып тұр, иә? Бұл точка деген сөз бізде ток бізге қарай келе жатыр деген сөз. Демек, мына қолымызды бізге қарай қаратамыз. Бірақ қаратқан кезде қалай қаратамыз? Іші энге қарау керек, сырты эске қарау керек. Демек, қолымызды дәл осылай қаратамыз деген сөз. Себеп, іші энге қарады, сырты эске қарады. Ал осы жерде ампер күшінің бағыты қалай болып тұр? Тік төмен. Көрдіңіздер ғой, тік төмен. Дәл осын жаттап аламыз. Достар, іші энге, сырты эске қарайды. Егер точка болса, тік төмен болады екен. Дәл осы жерде бізде не болып тұр? Тік төмен деген нұсқаны белгілейміз. Яғни ампер күші сол қол ережесімен анықталынады. Іші энге қарау керек, сырты эске қарайды. Қайталап жатырмын. Яғни мына жағдайда бізге қараған үшін тік төмен бағытта деген нұсқаны белгілейміз. Дәл осы бір есепті түсініп алып, ұбт-дан тағы да бір балл жинауыңызға мүмкіндік алыңыз. Дәл осы сияқты есептерді шығарып үйренгіңіз келсе, біздің каналға тіркеліп, досыңызбен, физика таңдаған досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі түсіндірме видеода жолыққанша.